Әлем ардың әлеміне қош келдіңіздер. Қазақстан меганың бүгінгі күнгейдіңіздер. Комментария жазып кететін ұнатпаңыздар. Достар, бүгін менде өте күшті челлендж болады. Және де бұл челлендждің аты 24 сағат анам маған я дейді. Сондықтан да бүгін анам маған 24 сағат я дейтін болады. Мен, например, бургер жегіш десем, бургерге апарады. Вот. Так что осы видеоны до конца көріңіздер. Менде у меня осындай лук, образ, можно сказать. Блин, Сашем жаем бы, жаймайм бы. Ну, пока что не знаю. Вот. Так что осы видеоны до конца көріңіздер. Осы видео өте қызықты болады. Ал сіздерге күшті просмотр, приятного вам просмотра. Ал мен анамды кеттім уговорить етем. Кеттік. Сіздер лайк басып жіберіп ұнатпаңыздар. Ал біз анамызды уговорить етеміз, кеттік. Мам. Мам, біз как раз қазір мен айтқан мегаға баратырмыз ғой, иә? Жоқ, басқа мегаға баратырмыз. Сен қайсы Мақатайға дағы баратырсың? Иә. Жоқ, Розбакиева дағы барамыз. Мам, менде, короче, сізге бір күшті ұсыныс бар. Сен шашын жайып барасың ба не? Походу. Қандай ұсыныс? Короче, бүгін сіз маған 24 сағат я дейсіз. Нен құрметіне? Ну, просто. Қашын я дейсіңдер, маған? Ес маған осы видео атса, онда мен сізге я деймін. Активін көтерілсе ма? Иә. Сол алдында мен де комментарийдан көп оқыдым, Анар апай 24 сағат я деңіз Аружанның арманын орындаңызшы деп. Ой, дедім ғой. Соны оқығасың болсын дейі. Все, да? Я оқығам мен. Қай мегаға барым еттім? Мен Розбакиева барым. Мақатаева. Короче, мен бірінші желание Мақатаева мегаға барамыз. И точек. Да? Да. Розбакиеваға барып? Жоқ, Мақатаева. Сіз маған уже я дейсіз. Жарайды, Мақатаеваға барып. Все, достар, басталды. Достар, біз келдік. Мен уже шаршап кеттім. Мамам эфир жүргізді, сондықтан жарты сағат па отырды ғана. Так. Жарты сағат болып кетті ма не? Иә. Тез шығам деп ойлағам. Айша да ұрсады мені 5 минутқа кірем деп жарты сағат отырасың. Қазір сол бірінші менің арманым. Айтам. Мен бар ғой жаңа ролтын жездік қой, иә. Содан бірақ менің қарным ашып тұр ше. Сосын енді бургер кинг па, вендис па жиі. Оңбаған ғой. Кресап мен ойлап келатырмын да қазір. Кресап киімдерін алып деп. Не. Кресап тамақ. Кеттік. Детский да ма? Вот, заказырат. Міне қара, нагетси, лебі бургер қайсын? Гамбургер, кішкентай ғана, мынандай ғана гамбургер. Нагетси. Мынандай ма? Нагетси Фатимаға ғой. Бізде жейік та, е? Өзімізге де. Қазір тоқтап, не істеп алайық? Саламатсыз ба? 2 чизбургер. Маған сырны, саған кетчуп. Аха, кола. Аха. Жоқ, кетчуп. Сосын детский меню. Коламен. Достар, біз жеп алдық. Мам, енді сізге де ол күш салатын шығар. Енді келесі желанием киім қарайық. Мен Мұхаммеджанға не алуым керек, соған баратқам ғой. Не алам?
рубашка, ақ рубашка. Достар, мен өзіме куртка қаражым, мынандай куртка бар. Маған ұнап тұр. Тағы да енді осыны 13-14 жасын киіп көрем. Достар, маған осынан мамамдар Фатимаға киім қарап отыр. Маған күшті жарасы. Ішінде мынандай муха бар. Қарайтын бұл жүн бар. Так что қазір мамамнан сұраймыз, мамам осыны алайыншы деп кеттік. Бүгін маған мамам деп отырсаға дейді ғой. Мам, маған мына куртканы алып беріңіз. Маған мына куртканы алып беріңіз. Курткаң бар ғой алдында. Ол кір уже. Киім кірмес Его уже невозможно отмыть. Мама, сіз бүгін маған мына тұрсаға дядейсіз ғой реально? Почему вы мне отказываете? А? Почему? Нет, все, куртка. Нет, осы. Әдемі екен, бірақ. Айттым ғой. Іші жіп жылы. Міне Заранікі. Зараң бар болсын. Киіп көрші, көрейік ау. Давайте. Міне нормально. Айтты бой. Мынау көктемге күшті болатын сияқты ғой, иә? Еще дождевик сияқты. Как раз Алматыда жаңбыр көп жауады. Қанша теңге мынау? Бағасына қарамай қойыңыз. Бағасына қарамай қойыңыз. 25 мың деп тұр ғой. Да. Иә деуге көп емес па? Ой, да, мама. Ойбай, там бүгін жоқ. маған жұмытой сағат дейсіз ғой. Жарайды, алып берейін. Нормально екен просто. Маған да ұнап тұр, айтпесе алып бермесең қымбат деп. Алып берейін. Достар, мен өзіме аяқ киімі қарап жатырмын. Так, мен осындай аламын куртка пока что. Достар, маған міне осындай аяқ киім ұнап тұр. Вот, қазір осыны мама көрсетіп қойып көремін. Кеттік мама көрсетіп көрейін. Ұнап тұр ма осындай аяқ киім күзге? Ну, қысқа күзге не имеет значения. Мам, мама, осы аяқ киім ұнап тұр. Маған алып беріңіз. Wednesday'дің аяқ киім ұнап тұр маған. Ну, пожалуйста. Мынау күшті ғой, әдемі. Сен кеше ғана уги алдың ғой? Да, мам, эти уги мне нравится. Көрсетші балаларға. Уги бар, кеше ғана алып бердім. Енді мынаны алып бер деп тұр да қазір. Как это понять? Бұның да анам да кеп. Мынаны ойынға, ананы далаға. Ой, мынаны ойынға, ананы көшеге. Киіп көрейік курткамен. Қайды, өзі еще анандай үйлесімді қып тауып алады да сөйтіп кеп тұрады ғой маған алып берді. Эу. Вот, смотри, на яқта Wednesday деп жазылып тұр. Ой, я тоже хочу такое. Достар, міне менің аяғым. И вот мои Ғандап тұр. Фатима, баршы. Фатима, өзіне мынандай бомбер алатыр, кстати. Міне, маған ұнап тұр. Мне не нравится. Еще бұл Wednesday'ді қараңыздар. Менің заттарым. Вот Зараның покупкасы. Мам, енді басқа жақтардан киім алайық. Басқа жақтардан киім алайық, сосын. Басқа Глория джинсын еді. Достар, маған осындай рубашка ұнап тұр. Көзінен артқа. Менде как раз рубашкам қаяды маған ұнамаған. Вот мынандай қалтасы бар. Маған ұнап тұр. Так что кеттік мамамды уговаривать етеміз. Вот, кеттік мамам қайда. Мам, қараңызшы. Маған не мынандай рубашка ұнап тұр. Я, ана оны үтіктей бересің да. Мне былай қолым жасаймыз сразу. Білмеймін, можылмайды деген сияқты. Мұжылсаш. Онда білмеймін. Көзім түсірген не садан? Не істейік. Yes or yes? Выбирайте. Yes, да или да? Маған ұнап тұр.
Я немесе я таңдаңыз. Қандай еді таңдайсыз? Давайте онда осыны алып беріңіз. Жарайды. Ура! Кино деш. Осыны алатын болдық. Мазы сіздің басыңыз ауырып тұр ғой, Ja, басым айналып демалып алайықшы ма? Уже жүргенге басым айналып жатыр. Біз көп нәрсе алдық қой, енді қарым ашып тұр. Пицца заказ береді. Шаршап жатыр, мазам да машып. Просто деньги дайте. Надо было осы видеоны 24 сағат анамның арызын ұрды. Қаныштың ғой сен, Фатима кеуің. Пожалуйста. Мұхаммеджанмен жүрсең рахат, тыныш. Телефоныңыз қайда? Мынаумен жүрсең мә, қанышы. Все, Каспек ЮАР кетті қазір. Мне достар заказ берді. Кімде мынау қуады? Өзі алып кетті да бар, алып кеп тұр ғой. Мен мына жерде быт-шытым шығып, Молчание, знак согла. мен күшім жоқ просто. Соткымды алып кетті. Қазір қарны ашықты. Ай, кече бер, басында ұрып. Короче, я здесь ба, жоқ здесь ба, бәрі кетпей мороженое аламын. Мама, нет? Нет, мама. Сау болыңыздар, түсіруді ұмытып кетіппін, сондықтан да мен қазір вообще басқа жерде отырмын. Вообще бұл видеоны мен бұрында түсіріп тастағам, бірақ почему-то вот, короче, қазір сау болыңыздар түсіріп жатырмын екен, мен ұмытып кетіппін. Вот осымен біздің видеомыз аяқталды. Егер сіздерге менің челленджім ұнаса, онда обязательно лайк басып, подписаться болыңыздар. Маған негізі ұнады, маған 24 сағат я дегені. Ал енді осы видео атса, мен мамама 24 сағат я деген боламын. Сондықтан сіздер обязательно активді көтеріңіздер. Ал осымен менің видеом аяқталды. Осы жерден көргендеріңізге көп рахмет. Мен сіздерді қатты жақсы көремін. Сау болыңыздар.